Қарапайым укропты білмейтін адам жоқ шығар, ал оның мұншалықты пайдасы мен емдік қасиетін біле бермеуіңіз де мүмкін. Зерттеу барысында укроптың адам ағзасына мен ойлағаннан да өте көп пайдасы мен емдік қасиетін көріп таңғалғаным рас. Аскөк жайында бұл видеомыз тек пайдалы ақпараттарға толы. Оның жоғары қан қысымына, іш қатуда, цистит, панкреатит, көз ауруларына, бет күтімі, безеуге қатысты, тіпті ем үзулі аналарға сүт көбейтуге, простатит және тағы басқа көптеген ауруларға емі туралы айтатын боламыз. Сондықтан видеомызды соңына дейін көріп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналымызға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, пайдалы ақпараттарды жіберіп алмайсыздар. Алғашында тек қана гүлшоқ ретінде қолданылып жүрген бұл көкөністің кейіннен пайдасы мен қасиетін біліп, кеңінен тамақтарға қолданып жүрміз. Және оны өсіруде ешқандай қиындық пен арнайы күтімнің қажеті жоқ. Оны қарапайым үйде шағын ыдыста да өсіре беруге болады. Дұрыс кептірілген көкөністі жыл бойы тұтынуға болады. Кептірілген укропта витаминдер мен пайдалы қасиеттер жоғалмайды. Сонымен бар назарларыңыз бізде болсын. Аскөктің пайдалары туралы айта кетейік. Ең алдымен укроп калий мен темірге өте бай. Сонымен қоса жоғары қан қысымын реттейді. Құрамындағы эфир майы өт бөлінісін реттеп ас қорытылуды жақсартады. Оның ішектерге сіңімділігін арттырады. Оның антисептиктік қасиетінің арқасында асқазан ішек жолындағы қабынулардың алдын алады. Организмдегі зиянды заттар мен токсиндерді тазартады. Токсикозбен қиналып жүрген жүкті аналарға көмегі тиеді. Сонымен қатар іштің кебуінің бірден-бір емі осы аскөк болып табылады. Организмдегі зат алмасуды реттеп, оған қажетті минералдармен қамтамасыз етеді. Стресс пен ұйқыны реттеп, жақсы демалуға әсері көп. Емізулі аналар ұсақталған укроп дәнін қолданса, сүт мөлшерін көбейтеді және ананың ғана емес, нәрестенің де денсаулығына пайдасы зор. Әйел адамдардың еттекер уақытында жеңіл өтуіне және ауырсыну болмауларына көмектеседі. Сонымен қатар ер адамдардың денсаулықтарына да пайдасы өте көп. Көздің көруін жақсартып, иммунитет көтереді. Тұмау, суық тиюде әсері мол. Организмді аллергендерден тазартады. Іш қату, геморрой сияқты ауруларға пайдасын тигізеді. Және құрғақ жөтел кезінде қақырықтың түсуіне көмектеседі. Интоксикация және ісік кезінде. Укроп организмдегі зиянды заттар мен токсиндерді тазартады. Және қуық ауруларына ем болғандықтан ісікті қайтарады. Ол үшін бір ас қасық аскөк тұқымына 200 мг су құйып 30 минутқа қалдырыңыз. Суыған соң сүзіп алып, стаканның 3/1-ін күніне 3 рет тамақпен бірге қабылдап отырасыз. Укроп тұқымының орнына өзін қолдануға болады. Ол үшін бір шай қасық укропты жеп, артынан су ішіңіз. Ал іш қатуға қарсы осындай аскөк тұнбасын қолдансаңыз болады. 400 мг суға 30 тамшы укроп майын тамызасыз. 2 шай қасық бал қосып, жақсылап араластырыңыз. Тамақтан соң 100-150 мг ішіп отырыңыз. Ал іш кебуіне қарсы жарты ас қасық аскөк тұқымына 1 стакан ыстық су құйып, жарты сағат тұндырып қойыңыз. Тұнған тұнбаны сүзіп, аз-аздан жұтып отырып, күніне 3 рет қабылдаңыз. Бұл тұнбаны балаларға да қолдануға болады. Тек 1 шай қасық аскөк тұқымына 1 стакан ыстық су қолданасыз. Панкреатит. 1 шай қасық аскөк тұқымына 1 стакан ыстық су құйып 30 минутқа тұндырасыз. Дайын болған тұнбаны тамақ алдында ішіп отырыңыз. Өт қабында ұсақ тастар болса, 2 ас қасық аскөк тұқымына жарты литр ыстық су құйыңыз. 10 минут бойы баяу отта қайнатыңыз. Дайын болған тұнбаны сүзіп, суытып алған соң 10-14 күн бойы тамақтың алдында қабылдап отырыңыз. Ішек жолындағы паразиттерден, глистидан құтылу үшін бірдей көлемде аскөк тұқымы мен тминді араластырыңыз. Қоспаны 1 апта тамақ алдында 1 шай қасық қабылдап отырыңыз. Бүйректегі тастарға 3 ас қасық ұсақталған аскөк тұқымына 300 мг ыстық су құйып, баяу отта 10-15 минут қайнатыңыз. 40-50 минут бойы тұндырып қойыңыз. Сол тұнбаны сүзіп алып, суық сумен араластырып, тұрақты түрде 100 мг күніне бірнеше рет ішіп отырсаңыз, жақсы әсері болады. Простатитке қарсы ұнтақталған аскөк тұқымын 1 шай қасықпен тамақтанар алдында сумен қабылдап отыру керек. Немесе 2 ас қасық аскөк тұқымы мен валериан шөптерін араластырып 2 литр ыстық су құйыңыз. 1-2 сағаттан кейін сүзіп 1-2 ас қасықтан тамақ алдында ішіп отырсаңыз болады. Цистит кезінде 1 шай қасық аскөк тұқымын стаканға салып, үстіне ыстық су құйыңыз.
біраз уақыт тұндырып салқындаған соң таңертең тамаққа дейін ішкен дұрыс. Ал жоғары қысымға 3 ас қасық аскөк тұқымына 300 мг ыстық су құйып 10 минут баяу отта қайнатыңыз. Сүзіп, суыған соң кішкене жұтыммен 50 мг-нан бастап қабылдап отырыңыз. Көз аурулары, катаракта кезінде балғын аскөктен жасалған шырын жақсы көмектеседі. Мақта дискілері арқылы 15-20 минут көзіңізге қойып қойыңыз. Мақта дискілері бөлме температурасында болғаны абзал. Сонымен қатар укроптың арықтауға да әсері көп. Ол үшін бір бума аскөк пен қиярды ұсақтап турап, майлылығы аз айран құйып араластырыңыз. Кешкі аста тұрақты ішіп тұрсаңыз, арықтағаныңызды байқайсыз. Бет күтіміне және безеулерге қарсы қолдану. 2 ас қасық ұсақталған аскөкке 1 стақан ыстық су құйыңыз. 1 сағат тұндырып қойыңыз. Суыған соң мақта дискілері матырып, бетіңізді тұрақты түрде сүртіп жүрсеңіз, беттегі ісік кетіп, ылғалдылығы артады және тазартады. Ендігі кеңесіміз емізулі аналарға арналмақ. Сүт мөлшерін көбейту үшін 1 грамм ұсақталған аскөк тұқымын тамақтанар алдында сумен қабылдап отырса жеткілікті. Аталған барлық емдік тұңбаларды дәрігерлеріңіздің кеңесіне жүгініп барып қолданғандарыңыз жөн. Егер сізде аскөкке аллергия немесе жағымсыз әсері болса, етекір кезінде және күрделі жүктілік кезінде, асқазан ішек жолдарында жара болса және қан қысымыңыз төмен болса, бұл қоспаларды қолдану қауіпті болып табылады. Бір ғана укроптың, яғни аскөктің қаншама емге пайдасы барын біліп отырсыздар. Видео пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Каналымызға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз және басқа да пайдалы ақпараттарды каналымыздан көре аласыздар.